Селем, бүгін бізде кекс. Ол үшін 4 жұмыртқаға 10 ас қасық шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Онан кейін 18 грамм қопсытқышымызды салып, 6 ас қасық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. 10 ас қасық сүт, 5 ас қасық ұн, жақсылап араластырамыз. Араласып жатқан массаға тағы да 5 қасық ұнымызды қосамыз. Қамырымыз дайын. Енді оны арнайы формада 230 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Кексіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.